Астана қаласының сауналарының бірінде қалталы азамат әжетханаға шығып сүртінуге 10 мың теңгелік банкноталар қолданған. Сауна қызметкері банкноталарды дереу бейнеге түсіріп, материалды желіге жүктеген. Қазіргі таңда аталған қалталы азаматқа ұлттық банкнотаға зақым келтірген үшін айып тағылуы мүмкін. Оқиға орнынан тілшіміз. Сүртсем, ол өзімнің ақшам ғой. Біреудің ақшасы емес. Сүртем ба, жағып жіберем ба? Мен анау тендермен айналсам. Тендер жаса деген бар, үйрететін сондай тендермен айналысуды. Сол жерден үйрендім. Азекең деген жігіт бар, кәдімгі барлығын үйретеді. Басында инвестиция қояды ғой, мысалға көбісі соған қиналады. Сол инвестициясына да көмектеседі. Жалпы жұмысыңды өздері жүргізіп береді, тазасын айтқанда. Сол біреудің қалтасын қарап, біреудің ақшасын санағанша, одан да жұмыс жасасаңыздаршы. Барлығын айтам солай. Иә, ол азамат бізде оқыған, біз тендер жаса компаниясы 20 қаланы қамтып отырмыз. Біз ақша тауып қана қоймай, сақтап, еселей алу формуласын көрсетеміз. Енді біреу артын сүртсе, біреу қайырымдықпен айналысады. Енді артын сүртіп жатқаны әрине дұрыс емес. Бірақ әркім өз ақшасын өзі біледі, қайда жұмсар. Ең бастысы ақша табуды үйренді. Сол үшін кез келгені ақша тауып қана қоймай, сақтап, еселей алатын формула үйренсе деймін. Именно соны түсінген адам нарықта өз орнын жақсы таба алады. Артын сүртпесін. Тендергүл аукционова, закуппе конкурсылы, ПТК арнасы.